Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сливадан компот дайындаймыз. Сливадан компот өте дәмді болып шығады. Слива әртүрлі болған сонша кейде ол таңғалдырады. Қышқыл және өте тәтті, қышқыл және нәзік дәмді, күшті хош иісі бар. Сливадан компот керемет дәмді сусын болып табылады. Ең алдымен сливаларды жылы ағып тұрған сумен жуамыз. Жапырақтары мен сабақтарын алып тастаймыз. Алдын ала стерилизовать етілген банкаларға сливаларды саламыз. Қанша көп салсаңыз, сонша дәмді болады. Бұл компот әдемі жарқын түсі, дәмі тәтті әрі қышқыл болғанмен ерекшеленеді. Шөліңізді дәмді және пайдалы сусынмен қандырыңыз. Мінекей мен банкаларға сливаларды салып шықтым. Енді үстіне кішкене ғана қасық ұшымен лимонный кислота саламын. Және оның үстіне 150 грамм сахар саламыз. Барлығына осылай салып шығамын. Лимонный кислота салған себебім компот мөлдір және атылмауына себеп болады. Егер сізде үлкен слива сорты болса, оны екіге бөліп, басқа да жемістер салып дайындауға болады. Ең бастысы балғын болу керек. Сосын жақсылап тарсылдап қайнап тұрған ыстық суды банка толғанша құямыз және қақпағын жауып, закрывалканың көмегімен жабамыз. Қақпақты алдын ала қайнату керек. Сосын жақсылап тарсылдап қайнап тұрған ыстық суды құйып, қақпағын жауып, закрывалка көмегімен жабамыз. Достар, осы кезде абай болыңыз. Банка сыртына мұздай су тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Егер тиіп кетсе, банка сынып кетуі мүмкін. Банка толғанша ыстық суды құямыз, қақпағын алдын ала қайнату керек. Слива компотын оған үлесетін басқа жемістерді қосу арқылы әртүрлі етіп жасауға болады. Жақсы комбинация слива мен алмадан тұрады. Қалауыңызша алмұрт қоссаңыз болады, шие қоссаңыз болады. Мұнда сіздің қиялыңызға және жемістердің қолжетімділігіне байланысты. Енді компоттарды закрывалканың көмегімен жауып тастаймыз. Және тағы да айтып кетейін, абай болыңыздар. Банка сыртына бір тамшы мұздай су тисе де, ол жарылып кетуі мүмкін. Яғни атылып кетуі мүмкін. Банканың сыртына мұздай су тиіп кетпеуін мұқият қадағалаңыз. Компотты үлкендердің көмегімен жабуыңызға кеңес беремін. Негізі компот үшін бізге сипатты, яғни айқын қышқыл дәмі мен күшті слива, хош иісі бар түрі қажет. Бұл слива компоттың қанық дәм мен жарқырауы үшін қажет. Егер сіз өте тәтті бал сливадан компот дайындасаңыз, ол қышқыл болып шығады және дәмін жоғалтады. Қантты дәміне қарай қосқан дұрыс. Өйткені сіздің қалауыңыз бойынша қанттың тамаша мөлшерін анықтау өте қиын. Банкаларды төңкеріп, жылы қылып орап қоямыз және компотты бөлме температурасында толығымен салқындату керек. Одан кейін банкаларды қайтадан төңкеріп, күн сәулесі тікелей түспейтін қараңғы, жақсырағы салқын жерге қоямыз. Компот үшін қоңыр қантты қолданған дұрыс. Бірақ менде жоқ болған соң, мен кәдімгі түйшіктелген қантты қостым. Дәл осы компотты мен жасаған тәсілмен, осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл рецепт өте дәмді болып шығуына себеп болады.
және менің каналымда басқа да видеолар бар, сол видеоларды қарап шығуыңызға кеңес беремін. Осымен мен видеом соңына жетті. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Мариям. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.